Сәлем қыздар, бүгін сіздермен молочная девочка тортын пісіреміз. Ең алдымен каналыма жазылып, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз толық араласқаннан кейін, үстіне мен 3 желание сгущенкасын қолдандым. Сгущенканы саламыз және бөлме температурасында тұрған сливочный май, сары майды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл массамыз толық араласқаннан кейін үстіне ұн мен соданы араластырып, 2 бөлікке бөліп барып салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл торттың толық рецебін мен описание бөліміне толық қалдырамын, астына басып, құрамын көре аласыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымыз осындай бір келкі масса болуы керек. Енді осы қамырымызды біз пергамент қағазына пісіретін, яғни жақсы пергамент қағазын қолданыңыз. Осындай қағазға мен 5 бөлікке шеңбер сызып алдым, 22 диаметрлік. Осы 5 бөлікке тестамызды орналастырамыз. Осы уақытта мен пешті 180 градусқа қыздырып қойдым. Алдын ала қызған пеште пісіреміз. Міне біздің піскен корждарымыз өте қызармау керек, беті осындай ақшыл болып піседі. Корждарымыз дайын болғаннан кейін крем жасауға кірісеміз. Енді кремімізді дайындаймыз. Менде 500 грамм сливки 35%. Бірінші миксердің баяу жылдамдығында жақсылап араластырып аламыз да, ортаңғы жылдамдыққа келгенде 100 грамм сахарный пудра салдым үстіне. Екеуін жақсылап орташа қоймалжың болғанша араластырамыз. Яғни бізге қатты плотный болатын крем қажет емес. Себебі біздің молочная девочкамызға осындай сұйықтау крем қажет, тез сіңу үшін. Дайын болған креміміздің массасы осындай болу қажет. Бұдан қою керек емес. Енді осыны корждарымызға жағып шығамыз. Крем жағу барысында корждарыңыз қисайып кетпесін десеңіз, осындай кондитерлік кольцо қолдансаңыз болады. Мен осы кольцоның ішіне жинадым да, кремін толық жағып болғаннан кейін холодильникке 1-2 сағатқа әбден сіңуіне қойып қойдым. Кремі сіңгеннен кейін барып бетін әрлейміз. Міне біздің тортымыз тоңазытқышта, яғни холодильникте 1-2 сағаттай тұрды. Кремі жақсы сіңді. Енді сыртына қалған кремді жағып, өз қалауыңыз бойынша әрлесеңіз болады. Негізі бұған вафельные крошки жасаған стандартты түрде молочная девочкаға солай жасалады. Ал мен балалардың қалауы бойынша кокосовая стружканы қолдандым. Және бетіне жидектерді қойсаңыз болады, шоколадпен әрлесеңіз болады. Біздің тортымыз өте жұмсақ, нәзік, бір жегеннен ауызда еритін торт болады. Осы рецептпен жасап көріңіз, бірінші жасағаннан шығады. Бұл торттың жасалуы да сондай оңай, құрамы да жеңіл, және де өте дәмді болып піседі. Бірінші жеген қонағыңыз қайтадан сұрауы әбден мүмкін. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін көп-көп рахмет. Менімен бірге болыңыз, каналымызға жазылып, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Ас болсын.